Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы жан жадыратар әуен. Оқулықтағы 30-шы сабақ 110-шы бетті ашып қарауларыңызға болады. Сабағымыздың мақсаты өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау. Ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны пайдалану. Бүгінгі сабағымызда қазақ халқының саз өнерімен байланысты терапиялық түсініктермен танысамыз. Музыка жайында көне түсініктерді танимыз. Тәттімбеттің қосбасар күйін тыңдаймыз. Үкілімай әнін үйренеміз. Қазақ халқы музыканы, саз өнерін қашанда рухани азық көрді. Шыр етіп дүние есігін ашып келген соң-ақ, бала уатып, сарны арқылы өз қуанышы мен мұңын білдірді. Жігіт пен қыз шаң қобызын сарнатып, музыка үнімен тілдесті. Ұзатылып бара жатқан қалыңдық сыңсу арқылы өзінің назын жеткізді. Тойда көппен, жар-жар мен беташар айтылып, қуанышты бөліскен, сондықтан халқымыз үшін ән өлең киелі болды. О дүниелік болған адаммен жоқтап қоштасса, бабаларымыз адам өлімін сөзбен емес, күймен естіртіп, көңіл қошын аулағаны да аңыздардан белгілі. Ақсақ құлан күйінде ханның алдына оның баласының өлімін естіртуге келген кербұқа домбырашы, балаң өлді, жошы хан деп күйді сөйлеткен деседі. Ұлым қайда? Күй адамның жан жарасын ғана емес, үн дыбысымен ауырған адам мен жануарды да емдегені жайында аңыздар баршылық. Нар идірген халық күйінің аңызында көз майам, айналайын, айналайын, жаным, жаным деп қайғыдан екі көзінен жас парлап, желіні сыздап, тұрарға жер таба алмаған маяның 62 тамырын қарт күйші күйдің көмегімен иітіп емдеп берген екен.
әуен саздың жанға дәру, ойға қуат беретін құдіретін Тәттімбеттің қосбасар күйінің аңызынан байқаймыз. Күшікбай байдың жалғыз ұлы қайтыс болғанда қайғыдан қан жұтқан әке өмірмен мәңгі қоштаспа қоймен түрлі әрекет жасаған соң, оны жұбатуға келген Тәттімбет табалдырықта отыра қалып, бірінен соң бірін 62 қосбасар күйін орындайды. Әуелі қайғыларын орындаған соң, соңында өмірдің сәулелі жарқын жақтарын көрсететін күйлермен аяқтайды. Сонда басын көтерген Күшікбай осынша жас жігіттің күйінде мұнша мұң болуы қайдан деп сұрағанда, Тәттімбет оған: сіздің жаныңызда жалғыз ұлыңыздың қайғысы болса, менің күйімде бүкіл халықтың мұңы жатыр деп жауап берген екен. Тәттімбеттің күйі бірінші қосбасар. Ал балалар, бүгінгі үйренетін жаңа әніміз халық әні «Үкілім-ай». Бірінші әннің қалай орындалатындығын тыңдап алайық. Арғы жағы еділдің бергі жағы, жағасында жайқалған жапырағы. Үкілім-ай, көкем-ай, сағындым сәулем, бір сен ойлай. Үкілім-ай, көкем-ай, сағындым сәулем, бір сен ойлай.
Ал балалар, үй тапсырмасын алайық. Қосбасар күйінің аңызынан қандай ой түйдіңіз? Пікіріңізді дәптерге жазыңыз. Қазақ музыкасында осыған ұқсас қандай аңыз күйді білесің? Әр халықтардың музыкатерапия, яғни музыканың емдік қасиетіне сенім жайлы түсініктерін іздестір. Үкілімай әнін жатқа орында. Мінекей балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.